Қазіргі талдайтын тақырып ол бізде some және any. Бізде негізі some тек сөйлемдердің болымды түрінде қолданылады. Мысалы, there is, өткен сабақта өткен there is, бар деген сөз, some, біраз, например, money, ақша. Бізде ағылшын тілінде ақша саналмайды, бірақ сіздер оның алдында some сөзін қолдана аласыз, бірақ жекеше түрінде әрине. Яғни бар, біраз, ақша деп аударылады. Ағылшын тілінде some саналмайтын зат есімдермен келетін болса, мысалға ақша саналмайды, онда ол біраз деп аударылады, біраз. Ал егер саналатын зат есімдермен келетін болса, ол бізде бірнеше деп аударылады. Значит, there is болмайды, көпше түрінде there қоясыз, бар деген сөз, some, бірнеше, мысалы, pens, қаламдар. Көріп тұрғандай қаламдар бізде көпше түрінде жаздым, себебі ол біреу емес, бірнеше деген сөз. Қаламдарды санаса болады, яғни бұл жерде some деген сөз ол бірнеше деп аударылады, бірнеше. There алдыңғы сабақта біз бар деп өттік, значит, бар, бірнеше қаламдар. Көріп тұрғандай бізде екі сөйлемде позитив формда тұр, яғни сөйлемнің болымды түрінде тұр. Не только there is, можете еще тағы have got конструкциясын қолдансаңыздар да болады. Мысалы, I have got some water. Менде бар біраз су. Су саналмайды, значит, some деп аламыз. И сөйлем болымды также. Немесе he has got some friends. Ода бар бірнеше достар. Яғни достар бізде көпше түрінде, яғни олар саналады, бірақ оның алдында some деген сөз бірнеше деп аударылады. Ал енді ағылшын тілінде any деген конструкцияны біз сұрақ қойғанда қолданамыз. Давайте мына берілген сөйлемге сұрақ қояйық. Не істейміз сұрақта? Мына тұрған isді сөйлемнің басына алып келіп қоямыз. Значит, біз қазір question form жасаймыз. Questionда біз any қоямыз. Any questionда ол қандайда бір деп аударылады. Қандайда бір. Ал енді сұраймыз, бар ма қандайда бір ақша? Сөйлемде isді басына жібердік, орындарын ауыстырамыз. Is there? Someның орнына any қоясыз. Any money. Перевод, аудармасы, бар ма қандайда бір ақша деп аударылады. Жауапта бар десеңіз, онда yes, there is жекеше түрінде. Ал жоқ десеңіз, онда no, there isn't болады. No, there isn't. Дәл осылай, мына жерде де сұрақ қойсаңыз болады. Например, аны сөйлемнің басына алып келіп қояйық, Are there, бар ма? Someның орнына any қоясыз. Are there any pens? Бар ма қандайда бір қаламдар. Егер бар болатын болса, онда yes, there көпше түрінде, Жоқ болатын болса, онда no, they aren't болады. No, they aren't. Ал енді мына тұрған екі сөйлемге де сұрақ қояйық, Не істейміз? Have got пен сұрақ қойған кезде have сөйлемнің басына шығады. Қалай болады сонда? Сұрақ. Have I got, someның орнына any қоямыз. Have I got any water? Енді сөйлемді аударамыз. Бар ма менде қандайда бір су? Сұрақ менде бар ма болатын болса, жауап сенде бар болады, Yes, you have. Болмаса no, you haven't. Мына тұрған сөйлемге сұрақ қояйық, бар ма ода дейміз, не істейміз? Сұрақта has'ды сөйлемнің басына жібереміз. Значит, has he got, someның орнына сұрақта any қоямыз, any friends. Сөйлемді аударамыз. Бар ма ода қандайда бір достар? Ода бар болатын болса, онда yes, he has. Егер жоқ болатын болса, no, he hasn't болады. Ал енді бізде positive form бар, question form бар, яғни қандай формасы қалды? Negative формасы. Негативта также any қолданамыз. Any болымсыз түрінде ешқандай деп аударылады. Ешқандай.
бір-екі мысалын көрсетейін, ол жағдай easy. Болымсыз түрінде there is-ға not қосамыз, яғни there isn't болады. Мына жерде they aren't болады. Have got-та have пен has-ға not жалғауын қосамыз, қысқартамыз және any қоямыз. Мысалы, жоқ бірінші сөйлемде there isn't, is-ға міндетті түрде not қосамыз, there isn't. Someның орнына any қоямыз, any money. Аударылуы жоқ, ешқандай ақша. Мына көпше түрінде they aren't болады. They aren't, арға not жалғауын қосамыз. Someның орнына any қоясыз, they aren't any pens. Жоқ, ешқандай қаламдар деп аударылады. Ал мына I have got-та болымсыз түрінде I haven't got. I have-қа нотты қосамыз. I haven't got. Someның орнына также any, what деп айтамыз. Яғни, менде жоқ, ешқандай су. Ода жоқ болатын болса, he, has-ға нотты қосамыз. Hasn't got. Someның орнына any, friends. Ода ешқандай достар жоқ деп аударылады. Тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Тек бір момент, самды біз бір-екі сұрақта қолдануымыз мүмкін. Яғни сіз біреуден ұсынып бір нәрсе ұсынып тұрған кезде, например, would you like some tea? Сен кішкене чай ішкің келе ме деген сияқты. Немесе біреуден наоборот сұрап тұрсаңыз қолдансаңыз болады. Например, I would like some tea. Мен кішкене чай қалар едім. Деп екі жағдайда самды сұрақ ретінде алса болады. Бірақ қалған жағдайда біз оны позитив формда қолданамыз. Question және negative формда any сөзін қолдану керек. Any болымсызда, сұрақта, точнее, қандайда бір, болымсызда ешқандай деп аударылады. I think it was easy, guys. Келесі сабақтарды көру үшін бізге тіркелуді ұмытпаңыз. See ya!